Қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен осындай методиканы бірге жасайтын боламыз. Ең алдымен крем жасайтын боламыз. Креміне бізге 5 ас қасық толтырып ұн, сосын 300 грамм қант керек болады. Осындай асты қалыңдау ыдысқа салып, екеуін жақсылап араластырып, оның үстіне 1 литр сүтті құямыз. Сосын отқа қойып, оны постоянно араластырып отырамыз. Осылай қою крем болғанға дейін араластыра береміз, асты жабысып қалмау үшін. Дайын кремімізді кішкене суытамыз, қатты ыстық та болмау керек, суық та болмау керек. Сосын сливочный масло қосамыз. Қалаған сливочный маслоларыңызды қоса беруге болады. Оны жақсылап араластырып, толықтай ерігенше араластырамыз. Сосын оны пищевой пленкамен бетіне тигізіп, арасына ауа кіріп қалмау үшін, буланып кетпеу үшін бір-біріне тигізіп жақсылап, сосын толықтай суытуға жібереміз. Енді қамырын жасайтын боламыз. Қамырын бізге жұмыртқа, маргарин или сливочное масло, сода, бал, уксус, қант және ұн керек болады. Барлық ингредиенттердің граммдарын астына жазып қалдыратын боламын. Енді миксерлейтін ыдысымызға жұмыртқаны шағып, оған қант салып, қанты ерігенше және ағарғанша миксерлейміз жақсылап. Қолдың миксерімен миксерлеуге де болады. Сол аралықта балды осындай ыдысқа салып, отқа қоямыз, күйдіреміз. Маргарин или сливочное маслоны турап осылай дайындап қойып қоямыз. Жұмыртқалы массамыз кішкене ағарып көпіргеннен кейін, қанты ерігеннен кейін, 1 қасық содаға, 1 қасық уксус, 9% уксусты салып, жақсылап араластырып, жұмыртқалы массаға қосамыз. Балдың үстіне осылай кішкене шым-шым соданы қосып жіберсеңіздер, тез қызаратын болады. Көріп тұрғандарыңыздай, балды осылай янтарный түске енгенше отта жақсылап күйдіріп аламыз. Оның үстіне маргаринді ақырындап салып, тез-тез араластырамыз. Абай болыңыздар, осы жерде үстілеріңізге тиіп күйіп қалуы мүмкін. Сосын балды жұмыртқалы массаға ақырын құйып, тез-тез араластырып, ыстық күйінде араластырып аламыз жақсылап. Сосын ұнды 3 бөлікке бөліп, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Комок болмау керек. Дайын қамырымызды пісіретін боламыз. Мен осындай листке май жағымында пісіре беремін. Қалсаңыздар, сіздер пергаментке пісіруге болады. Мен домалақ формада пісірдім. Сіздер қалсаңыздар 4 бұрышты формаға үлкендеу етіп пісіруге де болады. Көлемі үлкен және биіктігін кішкене төмендеу еткілеріңіз келетін болса, 4 корж емес, онда 3 корж және бетіне шашуға тағы 1 корж істеп аласыздар. Ал мен бұл жерде 4 корж, 4 қабат болады и біреуін бетіне шашуға жасап алдым. Осылай көріп тұрғандарыңыздай листке май жағып, наглас қамырды листке жайып, қолдарыңызбен ұн шашып, жайып 5-10 минут аралығында қызарғанша пісіріп аласыздар духовкада. Егер корждар кішкене жыртылып қалатын болса, уайымдамаңыздар, ештеңе етпейді. Крем жаққаннан кейін ол бүлінбей кетеді, бір-біріне сіңіп кетеді. Осындай әдемі 4 корж шықты және бетіне жағуға тағы да 1 корж, кішірек корж жасап алдым. Және сол 1 коржды блендерға салып, жақсылап майдалап аламыз. Соңында осылай кремді 4 коржға бөліп, теңдей етіп бөліп, жағып шығамыз. Мен ешқандай пропитка қолданбаймын. Осы кремнің өзінде бір жарты сағаттың, ары кетсе 1 сағаттың ішінде жұмсақ торт болып шығады. Даже жарты сағаттың өзі жетеді. Пропитка керек емес пропитка. Осылай майдалап алған корждарымызды алдымен үстіне жақсылап сеуіп, содан кейін силиконовый лопатаның көмегімен жан-жағына жағып шығамыз. 1 сағаттан кейін осылай тортты кесіп, дайындап, үстіне пищевой пленка орап, қаласаңыздар дайын ыдыстарға салып, магазин, кафе барлығына өткізе беруге болады. Барлықтарыңызға сәттілік.